Алматы-Қапшағай тас жолының бойында жаңадан Алатау қаласы бой көтереді деп жоспарлануда. Алатау қаласы қаржы, бизнес, сауда, білім беру, денсаулық сақтау, спорт, туризм және ойын-сауық саласында жоғары деңгейдегі қызметтерді ұсынатын ірі орталық ретінде жобаланды. Қаланың болжамды халық саны 2050 жылға қарай 1,9 миллион адамға жетеді. 1 миллион жұмыс орнын құру, жыл сайын 4 миллион турист келуі, 40 мың студентке әлемдік деңгейдегі білім беру кластерін құру, қаржылық бизнес жүргізуге қолайлы 3,6 миллион шаршы метр құрылыс салу жоспарлануда. Алатау қаласының жалпы аумағы 88 мың гектарды құрайды. Қала 4 негізгі аймаққа бөлінген. Әлемдік демалыс және туризм орталығы Green District, яғни жасыл аймақ. Бұл аймақ ойын-сауық, қонақ үйлер, сауда орталықтары, океанариум, мәдени туристік орталық ретінде танылады. Қапшағай су қоймасының жағасында орналасады. Жағалау аумағында курорттық аймақтар, ойын-сауық саябақтары, дайвинг орталықтары, гольф клубтары және ойын бизнесін дамытуға арналған аумақтар орналасады. Келесі экспортқа бағдарланған өнеркәсіптік және логистикалық жаңа орталық Growing District. Алматы-Қапшағай тас жолындағы стратегиялық жолайрық бойында орналасады. Дистрикте әлемдік стандарттарға сай заманауи халықаралық әуежай салынады. Темір жол, автомобиль жолдары және әуежай қатынастары арқылы дистрикте өнеркәсіптің дамуына қолайлы жағдай жасалады. Бұл экономикалық өсуге және жұмыс орындарын құруға ықпал етеді. Үшінші, халықаралық білім беру, денсаулық сақтау, спорт бағытын дамыту орталығы Golden District, яғни алтын аймақ. Алатау қаласы экономикалық және әлеуметтік ерекшеліктері бойынша Қазақстанның түкпір-түкпірінен және көрші елдерден студенттерді тарту мақсатында халықаралық деңгейде білім беру инфрақұрылымын одан әрі кеңейту үшін зор әлеуетке ие. Студенттер санын 40 мыңға дейін жеткізу жоспарлануда. Қолжетімді бағамен жоғары сапалы медициналық қызметтерді ұсынатын медициналық кластер құру жоспарланған. Мемлекетіміздің мәдени және ұлттық дәстүрлерін дамыту және қолдау үшін жобада Golden және Growing дистрикттері арасындағы 200 гектардан астам аумаққа этнографиялық кешен және киностудия павильондарын орналастыру ұсынылады. Және соңғысы, халықаралық бизнесті дамыту орталығы Gate District. Бұл аймақта әртүрлі кеңсе орынжайларын, соның ішінде іскерлік қонақ үйлер мен бөлшек сауда нысандарын орналастыру жоспарланған. Жобаға сәйкес жаңадан 161 балабақша және 162 мектеп салу жоспарланған. Жобада 29 өрт сөндіру депосын орналастыру жоспарланды. Бұл нысандар қаланың өртке қарсы қауіпсіздігін толық қамтамасыз етеді. Қатты тұрмыстық қалдықтарды жағу бойынша 3 зауыт қарастырылған. Қаланы сумен жабдықтау Алматы облысының аумағында орналасқан жерасты көздерінен қарастырылған. Алатау қаласын жылумен жабдықтау бу газ қондырғыларынан қамтамасыз етіледі. Негізгі отын табиғи газ. Болашақта табиғи газбен қатар жасыл сутекті отын ретінде пайдалану жоспарлануда. Байланыс және телекоммуникация жүйелерінде озық технологиялар және 5G технологиясын кеңінен қолдану көзделіп отыр.